Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі екінші тақырыбымыз философияның пәні, мақсаты және қызметтері. Жоспар бойынша 4 сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрағымыз философиялық білімнің негізгі сипаттары. Екінші сұрағымыз көзқарас ұғымы және сол дүниеге көзқарастың тарихи түрлері. Үшінші сұрағымыз философияның қызметтері, мәселелері және әдістері. Төртінші сұрағымыз философияның негізгі бөлімдері. Бірінші сұрағымыз бойынша философияның сипаттамасы, философия ғылымы негізі бұл адамзат мәдениетінің қайталанбас және ерекше құбылысы. Біз алдыңғы сабағымызда айтып кеттік. Философияның мақсатты түрде оқу, ойлау мәдениетінің өсуіне алып келеді, өзіндік сананың қалыптасуына, дүниежүзілік мәдениет пен өркениеттің байлықтарын тұрақты және жүйелі игеруге, қоғам болмысының даму заңдылықтарын түсінуге жетелейді. Енді философия дегеніміз не? Дүние қашан, қайда пайда болды, қалай дамыды, оның бастамасы қандай, дүние мәңгілік пе, адам дегеніміз не, оның дүниедегі орны қандай деген сияқты сұрақтарға, осындай мәңгілік сұрақтарға жауап іздеу бұл философияның міндеті. Екіншіден, адамның дүниеге қарым-қатынасы әртүрлі. Осыған сәйкес адамның көзқарасы да сан қилы өте көп. Енді әртүрлі адам болғаннан кейін әр адамның өзінің көзқарастары бар. Ол әр түрде әр адамда өзінше қалыптасады. Былайша айтқанда, мысалы, адамның көзқарасы прогрессивті болуы мүмкін, патриотты болуы мүмкін, консервативті болуы мүмкін, гуманистік, ғылыми, діни және тағы басқалар сипаттарға да көрініс береді. Олардың сол себебін біз демек біліп ажырата білуіміз керек. Ол үшін әрине бізге дұрыс ұғым керек, дұрыс пікір керек. Осы дүниенің өзгерісі мен дамуы туралы кең көлемді көзқарас, ой пікір керек. Сонымен дүниеге көзқарас дегеніміз не? Слайдымызда дүниеге көзқарас туралы анықтама берілген, яғни дүниеге көзқарас дегеніміз бұл объективтік дүниеге, табиғатқа, болмысқа, адамға және тіршілікке деген осындай неғұрлым жинақталған, қорытылған бір тұтас көзқарастар мен қағидалар. Яғни көзқарас дегеніміз бұл дүниеге белгілі бір түсінікпен қарау. Негізінде дүниеге көзқарас термині ғылым ретінде күнделікті сөзге терең енді. Ол алғашқы рет 18-ші ғасырда неміс философиясы мен мәдениетінде, әсіресе Канттың философиясында, Фихте, Гете философиясында кездеседі. Адамға тән оны іштей реттеп отыратын рухани құрылымды белгілейді. Енді зерттеулер бойынша саналы адам шамамен 50 мың жыл бұрын пайда болды деп есептейді. Олай болса, адамдар сол көзқарасы осыдан бастап әрқилы қалыптаса бастады. Дүниеге көзқарастың бірнеше түрлері бар. Бірінші жай немесе қарапайым көзқарас. Бұл демек күнделікті өмір қажетінен туған көзқарас болып есептеледі. Екінші көзқарас бұл теориялық көзқарас, белгілі бір тәртіпке келтірілген, жүйеге салынған көзқарас. Ал үшінші көзқарасымыз бұл ғылыми теориялық көзқарас. Мысалы, дін ол теориялық көзқарасқа жатады, ал философия ғылыми теориялық көзқарасқа жатады. Және дүниеге көзқарастың тарихи түрлері болып бөлінеді, үшке бөлінеді: мифология, дін және философия. Демек, дүниеге көзқарастың ең алғашқы тарихи түрі бұл мифология. Слайдта көрсетілгендей, мифология өзі грек тілінен аударғанда, миф деген бұл аңыз, шежіре деген мағынаны білдіреді. Ал логос ол ілім, яғни аңыздар туралы ілім деп айтуға болады. Бұл демек мифология алғашқы қауымдық қоғамға тән дүние туралы қияли ғажайып танымдық қоғами сана формасы. Демек, миф қоршаған ортаны қиял, керемет, ғажап ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Миф мына негізгі дүниені танымдық сұрақтарға жауап беруге тырысады. Сол философияның сұрақтарына ұқсайды. Әлемнің пайда болу жолдары, жер мен адам қатынасы, табиғи құбылыстар, оларды түсіну, мәнін ашу, адам тағдыры және тағы басқалар. Әрине енді мифологияның өзінің жаңағы түсініктері бар сол сұрақтарға.
Енді келесі слайдымызда мифологияның негізінде дін дүниеге келді. Дін дегеніміз бұл латынша сөзден религио, яғни тақуа, қасиеттілік деген мағынаны білдіреді. Бұл демек жаратылыстан, адам мен адамзаттан тыс құдіретті күшке сенуге негізделген дәстүрлі қоғами сана формасы. Яғни дін дегеніміз бұл табиғаттан тыс сенуге, ғажап күштерге бар болуына негізделген сенім. Ол адам өміріне және қоршаған ортаға ықпал етеді. Діни көзқарас қоршаған ортаны сезімдік, бейнелік, эмоционалдық түрде қабылдауды сипаттайды. Дін қазіргі кезде сіздер білесіздер, 3 дүниежүзілік діндерден тұрады. Бұл христиан, ислам, буддизм діндері және көптеген ұлттық діндер де бар. Ол мысалы синтоизм, индуизм, тәңірлік, конфуцийлдік, тағы қандай даосизм және тағы басқа діндерден тұрады. Және діннің 3 элементі бар. Негізгі элементтері бұл діни түсініктер бірінші, екінші діни сезімдер, үшінші діни табыну мен әдет ғұрып жоралары. Олар әлеуметтік жағдайларға байланысты әртүрлі болып келеді. Ал енді келесі көзқарасымыз, үшінші көзқарасымыз бұл философия. Философия ол көзқарастың бір түрі. Діннің негізінде пайда болған ертеде әр нәрсенің себебін білгісі келгендер, діни ұғымдар мен жай ұғымдарға қанағаттанбай, құбылыстардың түбіне үңіліп, сол туралы өзіндік пікір айтқан болатын, оларды философ деп атайды. Философ деген сөзді алғашқы рет гректің ойшылы, математигі Пифагор енгізді. Бұл термин Европа мәдениетінде сол Платонның атымен тығыз байланысты. Ал араб тілінде философияны фальсафа деп атайды. Философ алғашқыда әрі дана, әрі табиғатты зерттеуші, сынаушы, байқаушы ретінде бой көрсетті. Сондықтан бұларды натурфилософтар, физиктер деп атайды. Енді физиканың мағынасы физис деген сөзден табиғат деген сөзден пайда болды. Сол философия пайда болуынан бастап барлық ғылымды қамтыды. Яғни философияны ғылымның ғылымы ретінде қарастырды. Кейінірек басқа ғылымдар, сол математика, физика, медицина секілді ғылымдар өз алдына ғылыми пән ретінде қалыптасты. Келесі сұрағымыз философияның негізгі функциялары. Бұл слайдта көрсетілген. Қандай функциялары бар? Көзқарастық, методологиялық, яғни әдістемелік, жүйелеу, гносеологиялық немесе танымдық, сыни, аксиологиялық, яғни құндылық, рационалдау, тәрбиелік, гуманитарлық, болжамдық және тағы басқа қызметтерді атқарады. Келесі сұрағымыз философияның негізгі мәселесі. Философияның негізгі мәселесінің мынандай анықтамасы бар. Бұл демек ойлаудың болмысқа қатынасы. Негізінде философияның мәселесі екіге бөлінеді. Біріншісі онтологиялық, екінші гносеологиялық. Онтологиялық мәселе, яғни болмыстық мәселе деп айтуға болады. Бұл дүниенің мәні, табиғаты туралы мәселе. Яғни болмыстың бастамасы туралы сұрақ бұл философияның негізгі мәселесі болып саналады. Ал екінші сұрағымыз, екінші үлкен мәселеміз философияның бұл гносеологиялық мәселе, яғни танымдық мәселе. Бұл демек дүниенің танымдылығы туралы мәселе. Демек философияның сол негізгі сұрағы, екінші сұрағы бұл адам санасының дүние тану мүмкіндігіне арналған. Енді сол бірінші онтологиялық мәселені шешетін философияның негізгі бағыттары бар. Дүниенің сол негізінің сапасына сай философия бірнеше бағыттарға бөлінеді. Материализм дегеніміз бұл философиядағы ағым. Дүниенің негізі ретінде материяны, табиғатты мойындайды. Материалистік ілім бойынша дүние, табиғат ол мәңгілік, ол жаралмайды, жойылмайды да, уақытпен кеңістікте шексіз өмір сүре береді. Слайдымызда материализмнің бірнеше түрлері көрсетілген. Бұл бірінші материализм стихиялық материализм деп аталады, екінші метафизикалық немесе механикалық материализм деп аталады, үшінші материализм бұл диалектикалық материализм. Ал келесі бағытымыз философиялық, бұл идеализм. Идея грек тілінен эйдос деген сөзден, яғни түр,
көрік деген мағынаны білдіреді. Бұл философиядағы бағытта дүниенің, болмыстың негізгі ретінде идеалдық мән мойындалады. Яғни бұл дегеніміз рух пен сол субъектіні негіздеп материя мен табиғатты туынды деп санайды. Идеализмнің екі түрі бар: субъективтік және объективтік идеализм. Қандай айырмашылығы бар? Субъективтік идеализм бұл дүниенің, болмыстың негізі ретінде адамның санасы, адамның менін мойындайды. Бізді қоршаған дүние біздің түйсіктеріміздің жиынтығы деп санайды. Оның өкілдеріне мысалы мынандай философтар жатады: Беркли, Иммануил Кант, Фихте, Дэвид Юм, тағы басқа ойшылдар жатады. Тағы субъективтің идеалистердің осындай бір түрі солипсизм деп аталады. Мен ғана өмір сүремін, мен бар болсам барлығы да бар, мен жоқ болсам барлығы да жоқ болады деген. Яғни бұл субъективтік идеализмге не жатады? Мысалы, менің санам, яғни менің ішімде не бар, қандай рухани бастама бар? Менің санам, менің ақылым, менің жаңа сезімдік түйсіктерім, тағы басқалар. Яғни осылар арқылы өмір сүреді. Енді объективтік идеализм. Объективтік идеализм бұл философия ағымында дүниенің негізі ретінде объективті өмір сүретін идеалдық мән, яғни адам санасынан тыс және тәуелсіз өмір сүретін рух. Мысалы айтатын болсақ, ол құдай болу мүмкін, абсолюттік бір рух болу мүмкін, әлемдік ақыл болу мүмкін және тағы басқалар. Өкілдері, осы объективтік идеализмнің өкілдері Платон, Пифагор, Гегель саналады. Келесі бағытымыз слайд бойынша дуализм. Дуализм деген енді екі деген сөзден шығады, ду деген сөзден. Бұл дегеніміз материяда алғашқы, идеяда алғашқы дейтін философиялық бағыт. Өйткені материя мен идея бір-біріне тәуелсіз өмір сүретіні екі бастама. Бұл бағыттың өкілдері француз ойшылы Рене Декарт және неміс философы Иммануил Кант. Енді философияның негізгі мәселесінің екінші сұрағы бұл адам санасының дүние тану мүмкіндігіне арналған. Осыған сәйкес агностицизм және гностицизм деген бағыттар пайда болды. Гностицизм деген ол грек тілінен гносис, яғни таным деген мағынаны білдіреді. Бұл демек әлемді тануға болатындығына күмән келтірмейтін бағыт. Ал агностицизм, деген сөз, яғни жоққа шығару, гносис ол таным. Грек тілінен аударғанда бұл демек объективті дүниені тану мүмкіншілігін толық немесе ішінара бекерге шығаратын философиялық ілім. Енді философияның негізгі әдістері деген сұраққа тоқталайық. Философияның ол екі әдісі бар: диалектика және метафизика. Сол болмыстың мәнін өзгермейтін, тұрақты, қозғалмайтын, немесе құбылмалы әрі жылжымалы бола деген сұрақтарға шешу негізінде ол метафизика мен диалектикаға бөлінеді. Бірақ бұл терминді қолдану біршама қиын, өйткені олардың әрқайсының қалай болғанда да екі мәні бар: ежелгі грек және қазіргі заманғы. Сондықтан оларды қолданған кезде қай мәнді екенін ескерген жөн. Енді мысалы диалектика грек тілінен аударғанда пікір таласы, әңгіме жүргізу өнері деген мағынаны білдіреді. Бұл термин осы мәнінде ежелгі кезден жаңа заманға дейін қолданылды. Термин классикалық неміс философиясында және әсіресе сол марксизм философиясында екінші мәнге ие болды. Атап айтқанда, сол болмыстың екі жалпылама заңдылықтарымен байланысы туралы ілімге айналды. Демек, диалектика әдіс ретінде бұл не дегеніміз? Диалектика бұл болмыс пен танымның, заттар мен құбылыстардың, ойлаудың жалпы даму заңдылықтарының өзара байланысын, ішкі қайшылықтарын зерттейтін философиялық әдіс. Ал енді метафизикаға келетін болсақ, метафизика ол да грек тілінен шыққан болатын сөз. Аударғанда, сөзбен сөз аударғанда физикадан кейін деген ұғымды білдіреді. Бастапқыда метафизика Аристотельдің философиясын, ал орта ғасырдан бастап жалпы философия деп атады. Осы мәнінде бұл термин қазіргі кезде жиі қолданылады. Яғни метафизика дегеніміз бұл философия. Жаңа заманда метафизика терминін қосымша философиялық ілім
әдіс мәніне ие болды. Яғни бұл шексіз әлемнің өзгеруінің өзіндік дамы ретінде мойындамаған болатын, яғни диалектикаға қарама қарсы ілім болды. Сонымен метафизика дегеніміз не? Метафизика бұл демек диалектикаға қарама қарсы таным әдісі. Мұнда заттар мен құбылыстар бір-біріне байланыссыз, ішкі қайшылықсыз, тұрақты түрде өзгеріп отырады деп түсіндірілетін ілім. Және соңғы сұрағымыз философиялық бөлімдерге келетін болсақ, пән деп философияның зерттейтін мәселелерінің жиынтығын, ауқымын айтады. Философияның білімінің, философия пәнінің жалпы құрылымдық тұрғыдан негізгі бөлімдер жатады. Бұл онтология бөлімі бар, болмыс туралы ілім гносеология немесе эпистемология деп айтып жатады. Бұл таным туралы ілім. Философиялық антропология, адам философиясы жатады. Әлеуметтік философия ол демек қоғам философиясы, философия тарихы, аксиология деген бөлім бар, құндылықтар туралы ілім, және тағы басқа көптеген бөлімдері бар. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз тамам. Кездескенше сау саламатта болыңыздар.